Армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін біз кезекті видеомыз бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын негізгі мәселе ол мынау ұлы қағанат кезіндегі мемлекетті басқаратын бас уәзір жайлы айтатын боламыз. Енді мынау Шыңғысхан заманында ондай лауазым болмаған, өйткені оның маңайында кеңесшілері болды. Шыңғысханның қасында ол қиданнан шыққан Ильчуцай, сосын Чинкай, содан кейін шүршіттерден Люболин деген секілді сондай бір ғұлама адамдар болған. Солармен ақылдасып негізгі мәселелер шешіп отыратын болған. Ал Шыңғысхан заманынан кейін үгедей қаған таққа отырғаннан кейін мемлекетті басқаруға, өкіметті басқару үшін жаңағы уәзір ретінде, бас уәзір ретінде ұлық бітікші деген лауазымды енгізген. Енді жалпы бітікші деген сөз бұл жаңа жазу сызумен айналысатын адамдардың бәрі бітікші деп атаған. Олар негізі ордада ханның канцеляриясында қызмет еткен. Бітікшілер әрбір салаға жауапты болған, және сол саланың жаңағы мәселелерін ханға есебін беріп тұратын болған. Сол бітікшілердің ең үлкені сол ұлық бітікші деп аталған. Ұлық бітікші деген, яғни былайша айтқанда мына мұсылман елдеріндегі бас уәзір деген лауазыммен бірдей. Мынау 53 жылы Гийом де Рубрук деген француз королінің елшісі келген кезде сол айтады, бұларда жаңағы өкіметті басқаратын адам, қағаннан кейінгі адам, ол айтады Магнус Скриптор деп береді өзінің жазбасында. Магнус Скриптор деген латын тіліндегі сөз. Бұл Магнус деген ұлы, Скриптор деген сол жазушы, писец деген мағына береді, Скриптор деген. Енді бұл ұлық бітікші деген сөздің жаңағы аудармасы ғой, жаңа латын тіліндегі Магнус Скриптор деген. Магнус Скриптор дейді. Сол кездерде бұл лауазым жаңа айттық қой, үгедей қағанның кезінде енгізілген деп, ұлық бітікші. Бұл үгедей қағанның кезінде ұлық бітікші болған Чинкай деген өте бай адам болған. Рашид-ад-Дин, оның шыққан тегі ұйғыр деп жазады Рашид-ад-Дин, бірақ ол оншалықты дәлелді емес. Ал енді мына Юаншиде, Қытайда жазылған Юанши деген кітапта оны шыққан тегі Керейт деп береді, Керейт тайпасынан дейді. Бұл енді осы негізінен шындыққа жанасасының осы Керейт болу керек. Бұл Чинкай деген өзі өте Тән Чинкай деп жазады жылнамаларда. Тән Чинкай деген өте сондай бай адам болған. Ол кезінде саудамен айналысқан, Қытаймен екі ортада сауда жасаған үлкен байлықтың иесі болған екен. Ханзулар оны өз тілінде Чинкай деп атаған дейді. Чинкай деген бұл жаңағы ханзу тіліне аударғанда алтын теңіз деген сөз. Енді оның байлығы сондай ұшан теңіз болған екен. Сол ұшан теңіз байлығына қарап оны Чинкай деп атаған, яғни алтын теңіз деп. Сол Чинкай үгедей қағанның кезінде ұлық бітікші болған. Үгедей қаған қайтыс болғаннан кейін билікке оның жаңағы жұбайы, әйелі Төрегене хатун араласады ғой. Төрегене хатунның кезінде бұл Чинкай біраз қуғынға ұшырайды. Ал енді 1246 жылы Плана Карпини деген папаның елшісі келген кезде осы Чинкай әлі де сол ұлық бітікші қызметін атқарып жүрген екен. Одан кейін 1246 жылы таққа
күйік қанып отырған кезде Жинхайды орнынан босатады дағы оның орнына ұлық бітікшілікке Қадақ Ноян деген тағайындалады. Қадақ Ноян деген оның шыққан тегі Найман тайпасынан болатын. Қадақ Ноян сол күйік қаған қайтыс болғаннан кейін де ол сол қызметті атқарады. Күйік қағанның жаңағы жұбайы әйелі болған Оғыл Қаймыштың қасында сол ұлық бітікшілік қызметін атқарып жүреді Қадақ Ноян. Ал енді 1251 жылы таққа Мөңке қаған отырған кезде, Мөңке қағанның кезінде ұлық бітікші болып Болғай деген кісі тағайындалады. Болғай аға деп жазады, оны көбінесе мына Рашид ад-Диннің кітабында Болғай аға дейді. Бұл Болғай бұның шыққан тегі Керейт деп жазады көп жерде. Шыққан тегі Керейден болған бұл Болғай аға. Болғай бітікші, Болғай ұлық бітікші ғой енді. Ол сол 1259 жылға дейін Мөңке қаған қайтыс болғанға дейін осы қызметті атқарған. Енді Мөңке қаған қайтыс болғаннан кейін ұлық бітікшілікке ешкім тағайындалған жоқ. Өйткені Мөңке қаған қайтыс болған екен, таққа оның екі інісі Құбылай мен Арық Боғай екеуі таласып кетеді дағы. Содан кейін бұндай лауазымды адам ол кезде сайланбаған, тағайындалмаған. Ал бұлар сол кейін Құбылай жаңағы билікке жеткеннен кейін Арық Боғаны жеңіп өзі ұлы қаған болғаннан кейін ол бұл ұлық бітікші деген лауазымды алып тастаған. Оны енді ол одан кейін өзі анау Дайду деген қалада, бұрынғы Джунду деген қалада, қазіргі Пекиннің орнындағы қалада өзін жаңа билік жүргізді ғой. Сол кезде ол Қытайдың шенеуніктерін қасына алған және Қытай дәстүрі бойынша, сол кездегі ханзулардың дәстүрі бойынша жаңағы мемлекет аппаратын түзген. Соның ішінде бұл негізінде Чеңсан деген лауазыммен сол жаңағы ұлық бітікшінің қызметін атқаратын Чеңсандар болған. Енді бұл ең бірінші оның сол өкімет басқарған адамы Ахмет Фенакенти деген болған. Бұл Құбылайдан кейінгі екінші адам ғой енді мемлекетке сол уақыттағы. Бұл Ахмет Фенакенти деген өзі мына Ташкент қаласының қасындағы Бинакент деген қалада туып өскен. Содан кейін сол жаңағы Қытайға барған, сол жақта лауазымы көтеріліп осындай билікке дейін жеткен. Яғни жаңағы Чеңсан қызметін атқаратын болған Ахмет Фенакенти деген. Енді мынау кезінде Жинхайдың кезінде, Үгедей қағанның кезінде жаңа айттық қой, Жинхай деген ұлық бітікші болған деп. Сол кезде мынау баяғы Шыңғысханның ақылшысы болған, кеңесші болған, шыққан тегі Қидандық Елушісай да сол кезде мына солтүстік Қытайда қағанның атынан сол жақта билік жүргізген. Янжинде дейді, Янжин аймағы дейді, ол қазіргі Пекиннің аумағы. Сол жерде солтүстік Қытайды билеу үшін сол жаққа Елушісай жіберілген болатын. Енді Елушісайда да Жинхайда да сондай бұйрық шығарылатын жаңағы құзырет болған. Олар сол бұйрықтарын шығарып, содан кейін оған өздерінің мөрлерін басатын. Бірақ Елушісайдың мөрі тұрған жаңа құжатта, бұл құжаттың қасында егер Жинхайдың мөрі болмаса, ол жаңағы күшіне енбейтін. Ол заңды құжат деп саналмайтын. Міндетті түрде Елушісайдың мөрінің қасында Жинхайдың мөрі тұруға тиіс болған. Бұл енді Үгедей қағанның кезінде.
Сонымен жаңағы бұл ұлық бітікші деген қызметке сол бас аяғы 3 адам тағайындалған. Бірінші жаңағы Керей Жинхай, екінші Найман Қадақ, үшінші тағы Керейден шыққан Болғай деген. Бұл үшеуі осы лауазымды сол кезде атқарып шыққан. Одан кейін бұл ұлық бітікші деген арнайы бұндай лауазым болған жоқ. Өйткені ол Құбылай Қытайдың дәстүрі бойынша билік жүргізетін болды дағы, бұл сол кезден бастап қолданыстан шығып қалған. Ал енді бұл ұлық бітікші дегенді мына орыс тілді кітаптардың барлығында великий секретарь деп аударады. Ұлық бітікші деген түпнұсқасын жазбаған. Жамиғат Тауарихта аударушылар да оның ұлық бітікші дегенін айтпайды, тек қана великий секретарь деп аударып кете берген. Орысша кітаптардың бәрінде сондай великий секретарь деп аталады. Енді бұны ұлық бітікші екен мынау Атамалик Жувейнидің тарихи Жаһан Гушай деген кітабында ғана осыдан байқап қалдық. Оны жаңағы кімнің кітабы 1958 жылы, бұл жаңағы Жувейнидің кітабы 1958 жылы ағылшын тіліне аударылған. Одан кейін осы ағылшын тіліндегі нұсқасынан барып орыс тіліне аударылған. Сол кезде осы ұлық бітікші деген сол кітапта бар, Жаһан Гушайда, тарихи Жаһан Гушайда ұлық бітікші деген бар. Жаңа айтып отыр, ол жаңағы латын тілінде Магнус Скриптор деп аталған. Мынау жаңағы орысша кітаптардың бәрінде великий секретарь деп жазылған, великий секретарь деп аударылған. Бұл ұлық бітікші. Енді ұлық бітікші деген сөздің өзі түркі тіліндегі сөз, ол бітік деген жазу, кітап деген мағына береді деп Махмұд Қашқари айтып кеткен. Ал бітікші деген сол жазатын адам, кітаппен жаңағы жазумен айналысатын адам деп саналады. Олар негізінен ордаларда қызмет атқарған, яғни олар лауазымды қызметтерді атқарған бітікшілер. Соның ең үлкені ұлық бітікші деп аталған. Ол қазіргі сөзбен айтқанда, қазіргі тілмен айтқан кезде ол премьер-министрдің орнындағы адам ғой сол заманда. Қағаннан кейінгі қазір ұлық бітікші сол қазіргі премьер-министрдің орнындағы адам ғой, үкіметті басқаратын. Олардың да қолында құзыреті болған, қолдарында мөрі болған, бұйрық шығарылатын болған. Жалпы бүгінгі айтатынымыз осы ұлық бітікші жайлы болады. Ал енді видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, репост жасап отырыңыздар. Әлі бұдан да қызықты мәліметтер алғыларыңыз келсе, видеоны үзбей көріп отырыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.